Қайырлы күн достар, берекелі дастархан каналына қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Сүйіктіңізді, отбасыңызды қуантып, менімен бірге голлем істеп пісіріп көріңіздер. Ендеше кеттік. Ең алдымен біз қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге ұн, май, қаймақ, 2 жұмыртқа және де тұз керек. Қаймағымызға 2 жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымыз бен майымызды салып, бір-бірімен жақсылап, орысша айтқанда крошки жасаймыз. Сұйықтығымызды құйып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Салафанға салып, холодильникке 15 минутқа қойып аламыз. Ал оған дейін біз голлендерімізді дайындайық. Менде 6 штук голлен бар. Қамырым көп болғандықтан мен қалғанынан самса жасап жіберем. Сол себепті голленнің шетіндегі еттерді кесіп алып, самсаның начинкасын осыдан жасаймын. Мінекей турап алдық. Енді керек специяларды қосамыз. Менде қара бұрыш, паприка, тұз, приправа для курицы қалауыңызша қосуға да болады, қоспауға да болады. Менде бар болғасын қоса салдым. Және де розмарин қосқам, негізі керек жоқ екен, дәмі онша ұнамады. Және де 1 қасық соевый соус. 1 қасық қосу керек. Мен деген 3 қасық қосып жібергем, содан кейін голлендерім қап-қара болып кетті. Негізі 1 қасықтың өзі жетеді екен. Дайын болған қамырымызды чухалап жайып аламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін, кез келген маргариннің жартысын алып, ерітіп, қамырымыздың ортасына жағып, рулет қылып ораймыз. Орап болғаннан кейін, морозильникке 30 минутқа немесе холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Ал ол дайын болғанша біз тауықтың аяқтарын жартылай дайын болғанша қуырып аламыз.
Мінекей дайын болған қамырларымызды осылай бөліп аламыз. Одан кейін әрқайсысын жеке-жеке жайып, аяғымызды салып түйеміз. Мінекей дайын болған голльный фетесі осындай. Және қалғанын самса жасап тастадық. Осыларды қызып тұрған 180 градус пеште 30 минут пісіріп аламыз. Дайын болған кезде мінекей осындай өте аппетитный болып шығады. Сол үшін жасап көріңіздер, үйшілеріңізді қуантыңыздар, каналға жазылып лайк басып қойыңыздар.